Бұл айтқаныңа айтарым, аман сауыңда еріңді тап. Келісім болмай жағалбайды мен. Елдестірме келішіден жауластырмақ жаушыдан деген мырза. Сен отқа қарай итермелеме бұл еді. Мен ақ жайықта 7 рет жекпе-жекке шығып, 7 басты қанжығам байлап қайтқам. 8-ші бастың кездегі жағалбайды сенікі. Бүгін қазақ театр мен кино өнерінің корифейі атанған Асанәлі Әшімұлы 80-ге келді. Саналы ғұмырын театр мен кино сахнасына арнаған актер 1956-1961 жылдары Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының театр факультетін актер мамандығы бойынша бітіріп, еңбек жолын Қазақфильм кино студиясынан бастады. 1964 жылдан бері Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында еңбек етіп келеді. Автордың сөзі ол бір басқа. Автордың сөзінің астары менен келтіріп, халыққа жеткізу актердің негізгі мақсаты болу керек. Актер өз рөлінің авторы болу керек, қысқасы. Асанәлі Әшімұлы қазақ киносын әлемдік деңгейге көтерген актерлардың бірі. Сұлтан Қожықовтың Қыз жібегіндегі Бекежан, Шәкен Аймановтың Атаманның ақырындағы Шадияров образдары соның айғағы. Ал, өзіңе жол болсын. Бірге болсын. Жау келгенде төрде, жау өткесін босақада болатын басым бар емес пе? Қолымды өзі басқарсын, туымды өзі көтерсін деп Сырлыбай шақыртыпты. Не бағым, не сорым, тағы бір сынағалы келем. Атаманның ақырымен Қыз жібегі бір кезде түсірді. Бір күндері кейде таңертең түске шейін бір фильмге кешкі жақына басқасында бар. Сондай да жағдай болды. Ол бір жағынан қиын болды, екінші жағынан оңай болды. Өйткені жаңағы менің әр жұмысқа дайын тұрған кезде екіншіде келесің. Сосын менің партнерларым дұрыс болды. Шәкен Аймановты алдау өте қиын. Актер өзі болды, ол актер. Сондықтан ол шындықты талап етті. Шыншылдық, жүріс-тұрыстан барлығы сондай көмегі болды, мектеп болды. Шәкендердің мектебі дейді. Қазақ ауыз әдебиетінде абыз айтты деген өнегелі сөздер көп кездеседі. 80-нің сеңгіріне шыққан Асанәлі Әшімовтен қымбат пен арзанның парқын, айырмасын сұрадық. Қымбат деген адалдық, адамгершілік, тазалық. Арзан деген арзан күлкі, арзан қалжың, арзан әңгіме, арзан жасалған жұмыстарың. Қымбат ұғымына саятын адалдық пен тазалық, адамгершілік қасиеттері Асанәлі Әшімовтың бойынан табылды. Оны өмір жолында, сахна төрінде таныта білді.